Сәлем достар. Итак, бүгін бізде видео осындай әдемі жерден болады. Предназначение. Көп адам предназначениені қатты іздеуде. Предназначение деген не? Сүйікті мамандық деп айтайық. Сол сүйікті мамандықты табу керек, тапқан кезде мен бақытты боламын деген ойда. Жастардың арасында да сондай ой бар. Сәл үлкенірек ересек адамдардың арасында. Тіпті пенсияға жақындаған адамдар да мен өзімнің сүйікті мамандығымды тапқан жоқпын. Значит, жизнь не удалась деп өз-өзін кінәлап, сондай қайғыға, мұңға батады. Мен сіздерге бір қызықты жаңалық айтайын. Предназначение не существует. Сүйікті мамандық деген нәрсе, сүйікті мамандық, қазақшаға переводтаған кезде бұл дұрыс перевод болмайды негізінде. Предназначение орысша айтқан кезде перед назначением деген сөзді білдіреді. Яғни біздің жанымыз осы денеге, осы өмірге келер алдын өзіне бір план составить етеді. Сол план бойынша өмір сүремін деген оймен келеді. Яғни предназначение бұл не только сүйікті мамандық, оның ішіне барлық нәрсе кіреді. Өзінің өмірге деген мировоззрениесі, отношениясы, қалай өмір сүреді, қалай көзқарасы қандай болады, осының бәрі кіреді осы сөзге. И сүйікті мамандық деген тоже ол нәрсе әлемде жоқ десек болады. Неге жоқ деп айтамын? Қараңыздар, бұл жерде 50/50. Жоқ дегенім, потому что сүйікті мамандық болсын, сүйікті жігіт болсын, сүйікті әйел болсын, балалар болсын, семья, кез келген нәрсе өзімен өзін алған кезде просто, мысалы, мынау стакан, просто стаканды алсақ, просто отношенияны алсақ, өзімен өзі бізге бақытты әкелмейді. Бізге удовлетворениені, осы өмірден рахатты, бақыт сезімін, күнде қуанышпен оянатындай сезімдерді әкелмейді. Біраз уақытқа дейін әкеледі, ішіп тұр, енді жаңадан ішкен кезде, тәтті екен ғой, күшті екен ғой дейсің. Мысалы, жаңадан бір затты сатып алсан, телефонды сатып алсан, ең басында ойбай түсіп қалмасын, ойбай құлап қалмасын, сынып қалмасын деп байқап жүресің да, одан кейін бірнеше айдан кейін уже пофиг. Уже олай бүйтіп прям қатты оған қарап жүрмейсің. Сол сияқты отношение болсын, жұмыс болсын, кез келген зат постепенно привычка болып кетеді да, и біз уже оған бір бақытты нәрсе сияқты қарамаймыз. Сондықтан менің айтарым, ең бастысы сол состояние, бақытты состояние, яғни бақытты көңіл күй, өзіңнің ішкі күйің қандай, өзіңнің көзқарасың қандай, өмірге деген, өмірге ашық көзбен қарайсың ба, қандай көзбен қарайсың, осы маңызды. Яғни бізге зат болсын, басқа адам болсын, басқа ситуация, құбылыс болсын, бізге ол бақытты әкелмейді. Керісінше осы состояниеда болған кезде, осындай көңіл күйде, рахат көңіл күйде, бақытты көңіл күйде, ризашылық көңіл күйінде, өмірге ризашылығың бар кезде, сен осы заттарды спокойно уже қабылдайсың. Уже сенің бақытың ол заттардан үлкейеді, есейеді. Сонымен қатар жұмысты алатын болсақ, жұмыста сүйікті болып кетеді. Кез келген жұмыс, в принципе, сүйікті болып кете алады, егер сенің состояниең осындай болса, осындай бақытты состояниеда болсан. Егер ұнамай жатса жұмысын, ауыстырасын. Бірақ қараңыздар, бұл жерде екі полюс бар. Не только плюс жағы и минус жағы да бар. Минус жағын қарайтын болсақ, мысалы, плюс жақта, это если, допустим, сенің состояниең күшті болып тұрады, сен бақытты сезімдесің,
и осы состояниеға притягивать етесің жақсы күшті құбылыстарды өзінің өміріне. Сүйікті жұмыс болсын, отношения болсын, кез келген нәрсе. И точно так же, егер сенің состояниең минуста болса, настроениең күнде жоқ, оянғың келмейді, өмірің ұнамайды саған, өзін өзіне ұнамайсың, онда сен осы состояниемен сенің қоршаған ортаң келген құбылыстарын, ситуацияларын, адамдарын бәрі саған минуста келеді. Яғни сен, мысалы, мен тұрмын да, менің айналам, бұл менің айнам. Менің өмірімде болып жатқан нәрселердің бәрі менің отражением, яғни айнаға қарағандаймын. То есть сенің состояниең қандай болса, айналымың тоже тура сондай болады. Бұл не деген сөз? Яғни сенің состояниең минуста болса, саған өміріне келетін нәрселер де минус болады. И сонымен қатар сен көріп тұрған, мысалы, уже өміріңде бар нәрселер, жұмысың болсын, отношениең болсын, барлығы минус сияқты көрініп тұрады. Даже если жұмысың вроде бы сүйікті мамандығың болса, жақсы көретін профессияңды алсаң да, вдруг анау жері мынандай, мынау жер анандай, анау ұнамайды, бәріне недовольны болып кетесің. Неге? Жұмыстың кесірінен емес, сенің өзіңде сондай программалар, сондай файлдар орналасқан. Сондықтан ол файлды жою үшін не істеу керек? Ол файлды жою үшін өмірге ризашылықты көтеру керек өзіңде. Мировоззрениеңді, көзқарасында соны көтеру керек. Өмірде тек барлығы қара болмайды. Ондай ситуация болмайды. Полностью қара болатындай қараңғы өмір болмайды. По-любому қараңғылықтың ішінде жарық та кездеседі. Сол жарықтарды ұстап, көріп, ұққан маңызды. Не просто, да, крыша над головой есть, үйім бар, не бопты. Көпсінде үй бар деп қарау дұрыс емес. Көпсінде үй бар емес. Әлемде көптеген адамдардың үйі жоқ. Арендада тұрады, бір гараж сияқты бір жерлерде тұрады, бір будкаларда тұрады. То есть сенің өмірге риза болатындай, мен саған айтайын, как минимум 50 пункт бар. Соны жазып шығып, егер өзіміздің назарымызды соған аударсақ, өте бақытты екеніңді байқайсың. Итак, бүгінге осы, достар, сұрақтарыңыз болса, осы сұрақ бойынша пікірлеріңіз болса, астында комментарийға жазуға болады. Итак, маған консультацияға жазылатын болсаңыздар, инстаграмға немесе почтаға жазыңыз. Бүгінге осы, келесі көріскенше сау болыңыздар.